Әңгімені бастамас бұрын менің каналыма тіркеле отырыңыздар. Егер әңгімем ұнаған болса, лайк басып, өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Жасым 38-де, қызметім де жоғары. Карьера деп жеке өмірімді де ұмытып кетіппін. Уақыты келгенде ойлана бастадым. Жұмыстан соң интернетке отырып, танысу сайттарына кіріп, жігіттермен таныса бастадым. Кездесуге де барып жүрдім. Өзім жалғыз тұратындықтан не істеймін, не ішем, не жеймін демедім. Ата-анам шет ауданында тұрады, қартайған жандар. Сондықтан мен өз өмірім туралы ешкімнің алдында есепте бермедім. Не істесең де өзің біл, тек жыламасаң болды деп ата-анам да өміріме араласқан емес. Осылайша кездесуден соң кездесу. Мен ұнасам, олар маған ұнамайды. Өзім ұнатқан жандарға мен ұнамаймын. Өз дегенімді істейтін, өзіме деген сенімім мол қызбын. Елдің бұйрық беретінін де ұната қоймаймын. Ақыры өзіме бала тауып алуды шештім. Жұмыс орным берген, пәтерім де бар. Қаражат жағынан қысылған емеспін. Бір баланы асырап қағуға шамам жетеді деп ойладым. Бір күні интернет арқылы Дидар есімді жігітпен таныстым. Жігітті бірден ұнаттым. Дидар 2 баласымен ажырасқан. Оңтүстік облыстың жігіті екен. Мемлекеттік қызметте жұмыс істейді. 2 бөлмелі үйін балаларымен әйеліне тастап кеткен екен. Араласа бастадық. Жігіт мені қатты ұнатпаса да, өзіме ұнағандықтан барымды салдым. Үйіме шақырып, жылы жұмсақты төсеп, жағуға тырыстым. Арасында мінезіміз келіспей қалса да шыдап жүрдім. Жігіттің маған ұсыныс жасайтын ойы жоқ. Бірде Дидарға одан бала сүйгім келетінімді айттым. Ол келісім бермеді. Осылайша 2 жаққа кеттік. Мен тағы бұрынғы әдетіме басып, бала табатын жігіт іздей бастадым. Отбасылы еркектен тапқым келмеді. Бір күні көшеден Дидарды бір қызбен көріп қалдым. Екеуі тым бақытты сияқты. Кейін естісем, үйленгелі жүрген қыз екен. Махаббатын жолықтырған сияқты. 1 жыл өтті. Бір күні аяқ асты Дидар маған хабарласып тұр. Кездеселік, сөйлесетін әңгіме бар деп. Келістім, үйге шақырдым. Жағдайы былай екен. Үйленетінін естіп, 5 жыл бұрын ажырасқан әйелі қайта келіп ұрыс шығарған сияқты. Ақыры әйелімен ерегесіп, 2 баланы соттасып алып алуды шешіпті. Ол балаларын өте жақсы көретін. Балаларын да қимай, бірақ әйелімен тұра алмағандықтан, амалсыздан ажырасқанын да айтып біраз сырын ақтарды. 5 жыл өткен соң келіп тұрған әйелдің ойында не бар екенін кім білсін. Алиментін де уақытында төлеп, жағдайларын жасауға көмектесіп тұрыпты. 2 бөлмелі пәтерді де тастаған. Үйленетін сүйген қызымен осы жағдай үшін ажырасқанын айтты. Балаларым үшін сүйген қызымды тастауға мәжбүр болып тұрмын. Балаларымды өз қамқорлығым алайын деп арнайы адвокат жалдадым дейді. Адвокаттың айтуы бойынша балаларды өз қамқорлығына алу үшін пәтері, тұрақты жұмысы, тағы болуы керек сияқты. Дидарда Қарағанды қаласында пәтері де жоқ. Өзі достарымен пәтер жалдап тұрады. Сөздің қысқасы, Дидар әйелімен соттасуға шешім қабылдапты. Әйелі не бірге тұруға, не жаңа өмір бастап үйленуіне қарсы. Оған Дидардың үйленбей жүргені жайлы сияқты. Үйленсе, балаларына қарамай кетеді деп қорқам екен, білмедім. 2 балам үшін бәріне дайынмын. Маған уақытша фактивный бракқа тұралық деді. Оған керегі 1 жапырақ үйі бар деген қағаз, алмаған керегі бала. Мүмкін жарасып кетсек, ары қарай отбасы болып та тұра береміз деп шештік. Осылайша келесі күні арыз беріп, 1 айдан соң некеге отырып бірге тұра бастадық. Көңілі жабырқаулы Дидар менің үйіме көшіп келді. Келісім бойынша мен баланы дүниеге әкелгенше бірге тұрамыз. Жарасып жатсақ, ары қарай көре жатармыз деп келістік. Сонымен 2 рет сот болды. Соттан жеңілген Дидар балаларын ала алмады. Басында бәрі жақсы еді. Менің де аяғым ауыр болды. Қазір 8-ші ай. Әйел емеспін бе, бәрін сеземін. Дидардың ойында сол бір махаббаты. Тіпті төсек қатынасының өзінде де суықтық сезіп тұрамын. Маған амалсыздан, ұялғанынан көңіл аударатындай. Үнемі көңілсіз. 2 баласына да барып тұрады. Дидарда қаржы жағы жақсы емес. Несие алып, адвокат жалдап, 2 балаға алимент төлеумен жүр. Маған тәуелді жандай. Арасында мен де кейде өз дегенімді айтып, мінезіміз де келіспей қалады. Ол да өзіне өзі қожайын болып қалған жан. Менің де сөзімді көтере алмай қалады. Кейде шаршап кетемін. Әйел сүймесе де үйреніп, бауыр басып кетеді ғой. Ал еркектің бауыр басып кетуі өте қиын екен. Дидар болашақ жайлы да сөз қозғамайды. Ашылып ештеңе де айтпайды. Өз басында проблемалары да жетерлік. Менің босанатын уақытым да жақындап қалды. Болашағымыз не болатынын білмеймін. Менің де баламен ешкімді ұстағым келмейді. Ол әлі де өз сүйгенін ұмыта қоймаған сияқты. Кейде ойлаймын,
еркектің жағдайын біле тұра өз пайдама пайдаландым ба деп. Ол шарасыздықтан менің айтқаныма көнді де енді не істерін білмей жүрген сияқты. Әйел болып еркелей де алмаймын. Ол да еркек болып бауырына тартқан емес. Ақшасының азығы да кейде көңіліме кірбің түсіреді. 2 баласын айта беретін де маған шын айтсам ұнамайды. Тіпті соларға кездесуге кеткен күні сөйлескім де келмейді. Күйеуі бар деген атым ғана. Отбасымызда әйел мен еркектің ынтық махаббаты жоқ. Өзім еркелетіп жапсайын десем, басқа біреуді сүйетінін біліп тұрып, жолай алмайды екенсің. Анда-санда бір көңіл аударып қойған болады. Бірақ ол маған аз. Мен нағыз махаббатты іздеймін. Кейде Дидар байқамай сүйгенінің де атын айтып қалады. 2 жастың ортасына ескеткен түседі демекші, осылай неге жасадым деп те өкінемін. Оқырман, айтыңыздаршы, еркек сүймеген әйелмен тұрып, сүйгенін ұмытып, бірге тұрған әйелді сүйіп кетуі мүмкін бе? Ол енді өз сүйгенін ұмыта алады ма? Мүмкін дүниеге келер бала өмірімізді өзгерте ме? Бір жапырақ қағаз үшін менің еркекке осылай жасағаным дұрыс па? Әлде Дидардың басын босатып, өз өмірімді сүруім керек пе? Әлде уақыт келе бір-бірімізге үйреніп кетеміз бе? Үйленетін сүйген қызы бар екенін біле тұрып, еркектің бағын байладым ба деп те ойлаймын. Дидарға жанымды ашып кетеді. Өзі сүю қыздың соры ғана деген сөздің растығына көзім жеткендей. Мүмкін бізді тағдыр қосып тұр ма?